Сирия соғысы. Тарихтағы трагедияға толы тараудың бірі. 10 жылға созылған қан төгісте қалалар қирап, халық босып кетті. Төрткүл дүниені теңселткен терроризмді қолдағандар қазір мына тұтқындар лагерінде отыр. Түрмедегі лаңкестердің төртеуі Қазақстан азаматы. Өлдіге саналған ақтөбелік Тілемісовтер де осы жерден табылды. Ренат Тілемісов, лақабаты Абу Саид. Ержан Тілемісов, лақабаты Абу Осман. Олар биыл Жусан арнайы операциясы аясында елге жеткізіліп, бірден тергеу изоляторына қамалды. Таяу шығысқа бірінші болып әулеттің үлкені Ренат кетті. 2015 жылы ол таныстарымен сөз байласып, шекарадан кедергісіз өтудің жоспарын құрады. Қаржы жинап, құжат дайындайды. Уағдаласқан күні 5 отбасы жолға шығады. Мектептің кезінде де мен жақсы балдар болдым деп айта алмаймын. Мектептің кезінен бастап өзім шамалы бұзық болдым. Намаздың сыртқы келбетін ғана алдым да, қалған ішкі келбетінің бәрін, нақты нәрсенің бәрін мен интернеттен іздей бастадым. Осы жерден айтуыма болады, менің ең үлкен бір қателігім болды. Еліміздің батысына байланысты негізінде менталитеті бір негізгі фактор болуы мүмкін да, және бұл жерде экономикалық жағдайларды да ескеруіміз керек. Мысалы, батыс жақта бізде Каспий теңізі бар, ол жақта мұнай бар, басқа да қазбалар бар да, мысалға. Бұл жерде бір стратегиялық біреулердің бір жоспары да болуы мүмкін да. Сол жақтан бір бүлік туғызып, тіпті өзіміздің жамағаттың ішінен де арнайы бір бүліктер шығару мүмкін. Осы жерде сыртқы бір күштер осы дін арқылы да әсер еткісі келуі мүмкін да. Осының бәрін біз жоққа шығармауымыз керек та, негізінде. Абай болуымыз керек та. Оның мамандығы заңгер. Даиштың төбедегі басшылық құрамын көздеді. Бірақ білімі мен біліктілігі жетпей, төмендегі содырларға қосылды. Кіммен, не үшін соғысып жүргенін таразыламады. Интернет арқылы терроризмді насихаттап, өзгелерден кек алатынын мәлімдеді. Көп уақыт өтпей, оған халықаралық іздеу жарияланды. Қару ұстау шындық керек, өзім қолыма бір қылыш ұстаған секілді, бір жаңағы қайта бір мақтаныш тұтқан секілді болдым ол кезде. Радикализм деп отқаным, ол біріншіден адам баласын кәфір мен мұсылманға бөлу. Мен құсап бір оқымаса, ол мен үшін кәфір. Радикализмнің ең қорқынышты жері осы. Осы жолда өлгендер шахид болады деп жазғам. Осы жолда өлген дұрысырақ деген терминдермен келтіргем. Менде күйеуіміздің айтқанымызбен жүре бердік қой. Білімсіздік деп ойлаймын. Қазақстандықтар бірақ өздері адам өлтірген. Қазақ қыздар, иә? Қазақ қыздары. Олардың адам өлтіруіне оларды не мәжбүрлейді деп ойлайсыз? Ақша. Терроризм деген қазір мен айтып, андай пирамида сияқты жоғары жақта адамдар там оружие не арқылы ақша тауып отырады, астында жағы аңқау адамдар артынан ере береді. Лаңкестер 3 топқа бөлінді. Ағылшын тілінде сөйлейтіндердің дені Еуропа елдерінен барғандар. Екінші топ араб тілділер. Үшіншісі орыс тілділер. Қазақстандықтар соңғысының айналасына топтасты. Ренатты жалғыз бауыры Ержанды азғырап, содырлардың уысына сап берді. Ағаммен сұхбаттасып, сөйтіп солардікі дұрыс шығар деп ойлап мен. Сағаңыз не айтатын? Айтқанда сол, жаңағы бұл жерде ислам мемлекеті шынымен де барлығы жақсы, ойлағандай емес, бәрі жазып жатқандардың бәрі өтірік деген сияқты сондай болды. Соғысты көрдік. Ешқандай жақсылықты көрген емеспіз. Адамның өлімі, террорлық экстремизмнің, адасудың, зияндығын көрдік. Кішкентай балдар ол жерде 14-15 жасқа қарамай соғысып жүре беретін кішкентай балдар. Радикал деген не ол? Дін
егер дін өркениеттен, мәдениеттен, өнерден, ғылымнан, білімнен ажырататын болсақ, онда радикалдану бірден болады. Радикалдану осы діннің өміршеңдігіне балта шабады, формамен шектеледі. Орта ғасырлық 7-8 ғасыр. Ол үлкен қателік. Дін барлық қоғам, заман, уақыт, кеңістікке жауап беретін нәрсе. Сол үшін дінде өте мұқият болуымыз керек. Тілемісовтердің тұрмысы дәуір. Демек, қатерлі вирусты жұқтыруларына әлеуметтік жағдайдың қатысы жоқ. Басты себеп діни сауатсыздықтарында. Орталары да оңбады. Елдегі жақсылықты жоққа шығарып, Шам жеріне безгендерді ешкім құшақ жая қарсы алмады. Даиштың қауіпсіздік қызметіндегі жерлестеріміз-ақ қудалапты. Абдурахман ұстаз дейтін бұл көмек көрсеткенін көрген емеспін өз басым. Ешкімнің көмек тиген емеспін. Енді берілген жазаны өтеп адам сияқты өмірге оралғым келеді. Менің және қасымдағы адамдардың түрмеге түсуіне де, біз террористерге түрмеге түстік қой, түрмеге түсуімізге де, және қасымыздағы 2 қазақ азаматының атылу жазасына кесілуіне де, оның бәріне именно қазақ амниятчиктерінің кінәсі. Амният – Даиштың содырлардан жасақталған ішкі қауіпсіздік қызметі. Салафизм бағыты ол өте алдамшы болып келеді. Өз көзімізбен көрдік, ол ученыйлардың қандай маска киетінін. Жастарға айтатыным, ол шетелдік жаңағы оның ұлты араб екен, ол жаңағы сақалы ұзын екен, жаңағы сахабалар секілді киініп алған екен, жаңағы білімі мықты екен деп, оларға ерудің түк қажет жоқ. Ренаттың жұбайы Фарида бірнеше ай Аль-Хол лагерінде бас сауғалап, 2019 жылы елге жеткізілді. Ал Ержанның жұбайынан хабар жоқ. Ол шетел азаматы болғандықтан босқындар арасында қалды. Оны мемлекеті кері қайтарғысы жоқ. Балдардың ешқандай кінәсі жоқ қой, бірақ біздің кінәмізді балдардың балалық шағын құртып келмейді. Кеткілер келетіндер бар дегенде таң қаламыз ғой, қаяққа барады. Біздің келгеніміз урок емес та, көбісі андай шейх деп араб елдерінен алып атады ғой, мешіттер имандарды менсінбей, содан неге шығады бәр бәленің ше. Бағынбай, үкімет андай, үкімет мандай деп. Осы мемлекетте өмір сүрбасың ба? Осы яқтың заңымен өмір сүр. Өзің мешітінде имамдардың сабағы. Тілемісовтердің тілегі елге оралу еді. Оралды. Тергеу кезінде ағайындылар бар қылмыстарын мойындады. Сондықтан сот процесі 1 айға жетер-жетпес уақытта аяқталды. 6 жыл қан сасыған далада тентірегендердің енді алдағы 8 жылы абақтыда өтеді.